Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге зиромин деп аталатын антибиотикті қалай дайындау керек екенін көрсетемін. Мына қорапшасын ашқан кезде ішінде осындай мына шприці, өзінің қағазы, ішінде инструкциясы жазылған. Және осындай құтысы. Дайын, ішінде дайын, міне азитромицин деп жазылып тұр. Дайын деп жазылып тұр. Дайындалған, ішіне тек қана су құйып, шайқайсыз болды, содан кейін бере бересіз. Біз 200 миллиграмдығын алдық. Кейбіреулерге 500 миллиграмдығын жазып береді. Бізге дәрігер 200 миллиграмдығын жазыпты. Және біз 30 миллилитрлігін алдық. Егер де қазір су құйып дайындаймыз. Егер де мына жерде 15 миллилитрлігі болса сізде, оған 7,5 миллилитр осындай шприцтің көмегімен құясыздар суды. Ал бізде 30 миллилитр болғандықтан мен қазір 15 миллилитр су құям. Шприцім өзі 5 миллилитр, яғни мен 3 рет алып суды құятын болған. Мұна қайнаған таза суды осыған құямыз. Неге қатты осылай шайқап, түптерін қарайсыздар ғой, қалып қалмады ма? Қозғап, шайқап барып, шприцтің көмегімен сізге дәрігер қанша миллилитр ішу керек деп жазды, солыны алып ішкізесіздер балаларыңызға. Дәрігердің рұқсатымен ғана антибиотик қабылдаңыздар. Кейін қоп қоясыз, келесі түстен кейін кешкісін ба, болмаса ертесіне қабылдайтын болсаңыз, міндетті түрде шайқаңыздар, өйткені тұнып қалуы мүмкін. Соны қатты шайқап барып, шприцтің көмегімен алып бересіздер. Ем болсын, видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп алыңыз каналыма.